Орта жас кезеңнің ең бақытты сәттері. Маған нағыз достықты үйреткен. Ешқашан берілмеу, тек алға жылжу, жаттығу жасатып мені биік мотивацияға жетелеген. Алдыма қойған мақсаттарды орындауға көмектескен жалғыз ғана аниме болды. Ол Наруто. Сәлем YouTube, сіздермен Нуранет. Бүгінгі видеом Наруто жайлы болады. Наруто жапондық мультфильм, яғни аниме, 1998 жылы мангасы жарық көрді. Авторы Масаши Кишимото. Мәлімет керек емес. Сен қалай таныстың, соны айтшы. Мен ол кезде жап-жас бала едім. Наруто екеуміз саябақта. Әзілсіз дұрыстап айтшы. Алғашында Нарутомен тек фишка арқылы таныстым. Бірақ тек үш кейіпкерді таныдым. Наруто, Сакура, Саске. Жыртық Наске. Ал 6-шы сынып оқып жүрген кезде теледидардан оның фильмін көрдім. Бірақ шынымды айтайын, мен түк те түсінбедім. Сенің чакраларыңды жауып тастадым. Енді сен дзюцу жасай алмайсың. Жоқ, мен берілмеймін, датты байо. What? Ал жазғы каникулда ауылда жүрген кезде неліктен Нарутоны қарамасқа деп бірінші бөлімнен бастап қарадым. Содан кейін мен Наруто әлеміне келдім. Саусақтармен дзюцу жасап мақтанушы едім. Далада Наруто ұқсап жүгіріп, сүйікті фразаларын айтты. Бірақ мен Рок Ли секілді болғым келді. Себебі ол еш сиқырсыз, яғни дзюцусыз кунг-фу стептес әдіс жасай алды. Яғни тайджутсу. Ал Нарутодағы әндер әлі құлағымда. Қазір тыңдап қарасам, өмірімнің ең қызық сәттері еске түседі. Тіпті Наруто қарап жүрген кезде қаншама жарақат алдым. Рок Ли секілді болғым келіп, ағаш тұратын едім. Ал пайдасына жай ғана ісік қолдарды алдым. Қазір Боруто шықты. Бірақ ол сол Нарутоның өзіне жетпеді. Нарутоның есейіп кеткені бір жағынан өкінішті. Сол бір тентектің ұлы тұлғаға айналуы. Достар, Наруто маған мотивация берген жалғыз аниме. Мен оның арқасында ешқашанда берілмеуді үйрендім. Сіздер де еш берілмеңіздер. Мектепте барлық анимешниктермен тек Наруто жайлы әңгімелесетін едік. Тіпті ұйықтап жатқан кезде Наруто. Әрине бұл ұзақ болмады. Бөлімдер аяқталғаннан кейін Нарутомен де достығымды үздім. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Егер Нарутоны қараған болсаңыздар. Кім Нарутоны қалай танысты? Комментке жазып өтейік. Ал біздің ВК парақшамызға, менің Инстаграм парақшамға жазып өтейік. Ал осымен видеомыз аяқталды. Bye, go!